Біз курсты бастаймыз. Қайырлы күн достар. Бұл курс жасанды интеллекттің негізгі принциптерін, мүмкіндіктерін және қиындықтарын түсінуге және оны білім саласында пайдалану үшін арнайы жасалынған. Жалпы бұл курс мұғалімдерге және жасанды интеллектке қызығып жүрген әрбір жанға арналған. Жалпы курстың мақсаты сізге жасанды интеллект туралы түсініктеме беру. Осылайша сіз жасанды интеллект қалай жұмыс істейтін және оның білім беруде қалай қолданатынын түсінесіз. Екіншісі, жасанды интеллект оқу мен оқытуға қалай көмектесетінін бағалау, білім беру үдерістерін жақсарту үшін жасанды интеллект құралдарын сыныпта қалай өткізу керектігін білетін боласыздар. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Жасанды интеллект бұл компьютерлерге әдетте адам интеллектін қажет ететін тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беретін технология. Бұл міндеттерге мыналар жатады: деректерді талдау, анықтау, алынған мәліметтер негізінде шешім қабылдау, бет немесе дауыс сияқты үлгілерді тану, табиғи тілді өңдеу, мәтін немесе сөйлеуді түсіну деген секілді. Жасанды интеллект қазірдің өзінде медицина, қаржы, көлік және білім беру саласында кеңінен қолданып келе жатыр. Жасанды интеллект негіздерін түсіну арқылы мұғалімдер студенттерді технологияларды үйрету арқылы болашаққа дайындай алады деп сенемін. Мұғалімдерге жасанды интеллект үйрену неліктен маңызды? Алдағы жылдары жасанды интеллект біздің оқуға деген көзқарасымызды айтарлықтай өзгертуге мүмкіндігі бар. Мұғалімдер оқытуды бейімді, жекелендірген және тиімді ететін және құралдар мен тәсілдерді қабылдауға дайын болу керек. Міне бұл жасанды интеллектті үйренудің кейбір себептері. Біріншісі, мысалы, дербес оқыту. Яғни жасанды интеллект студенттің өнімділік деректерін талдай алады және әрбір студент үшін жекелендірген оқу жоспарын ұсына алады. Екіншісі, күнделікті тапсырмаларды автоматтандыру. Жасанды интеллект құралдары сынақ ұпайларды, өнімділікті талдау және есеп беру сияқты тапсырмаларды орындап, оқытудың шығармашылық аспектілеріне уақыты көп болады. Үшіншісі, оқушылардың белсенділігін арттыру. Жасанды интеллект студенттерді ынталандыратын және оқуға қызықты ететін интерактивті оқыту тәжірибесін жасау үшін пайдалану мүмкін. Төртінші, прогрессті бақылау. Жасанды интеллект көмегімен мұғалімдер әр оқушының үлгерімін дәлірек бағалай алады, әлсіз жақтарын анықтап, дер кезінде көмек көрсете алады. Жалпы курста қарастырылатын келесі тақырыптар бар. Біріншісі ол жасанды интеллект негіздері, яғни жасанды интеллект дегеніміз не, оның түрлері, негізгі түсініктері. Екіншісі, білім берудегі жасанды интеллектті қолдану. Яғни оқыту процесін жақсарту үшін технологияда қалай пайдалануға болады деген сұрақтарды жауап береміз. Үшіншісі, жасанды интеллект этикалық аспектілері, яғни сыныпта жасанды интеллектті пайдалануға байланысты ықтимал тәуекел мен қиындықтарды айтатын боламыз. Төртіншісі, мұғалімдерге арналған тәжірибелік жасанды интеллект құралдары, яғни оқытуға көмектесетін қолжетімді платформалар мен қолданбаларға біз шолу жасайтын боламыз. Бесіншісі, жасанды интеллект студенттерін қалай оқыту керек? Яғни мектеп бағдарламасы жасанды интеллект негіздерін оқыту бойынша ұсыныстар айтатын боламыз. Жалпы курс қалай өтеді? Курста сіз тек қана теориялық біліп алып қана қоймай, практикалық тәжірибелеріміз өте көп болады. Бұл жерде біз жасанды интеллекттің негізгі принциптерін үйренеміз, жасанды интеллекттің этикасын үйренеміз. Одан бөлек ChatGPT-міз бар, Midjourney бар, көптеген программаларды өзіңізге орнатасыз. Яғни бұл жерде сіз тек қана педагогикалық тәжірибеңізді дамытып қана қоймай, өзіңіздің студенттеріңізді, оқушыларыңызды одан әрі дамытып, болашақ технологиясын игеріп оқыта аласыз.